Уәлиханов ауданында жолдарды жөндеу жұмыстары қызу жүргізіліп жатыр. Биыл бұл мақсатқа бюджеттен қомақты қаржы бөлінді, ал жұмыстарға жергілікті тұрғындар тартылды. Солтүстік Қазақстан облысының Уәлиханов ауданының жалпы ұзындығы 704 шақырымды құрайтын жолдары бар. Бүгінгі таңда Кішкенекөл Талбухин, Мортық және Озерное Қарайтерек облыстық маңызды жолдың 51 шақырымда шұңқырлар жамалып жатыр. Бұл мақсатқа бюджеттен 227 миллион теңге бөлінді. Ал Бидайық ауылынан шекаралық өткізу бекетіне дейінгі 11 шақырымды рециклеудеу амалы бойынша жөнделуде. Ол үшін ел бюджетінен 330 миллион теңге бөлінді. На участке автодороги А13 Көкшетау 11 республикалық жолдың А13 бөлігінде 4 бригадамыз жұмыс істейді. Жөндеуде біз негізгі екі амалды қолданамыз. Бұл бағыттық жөндеу мен рециклдеу. Жұмысшылар іске мамыр айында кірісті. Әлі орындайтынымыз көп. Техника мен жұмысшы күші жетіп жатыр. Қыркүйекке дейін бұл учаскені аяқтаймыз деп отырмыз. А13 учаскесінде 7 арнайы техника істейді. Жөндеу жол жабуды қажет етпейді. Сондықтан жүргізушілерге еш кедергі келтірілген жоқ. Мердігер компанияның қызметкерлерінен бөлек бұл учаскені қалпына келтіруге қосымша 10 адам тартылды. Олардың дені Талшық пен Келеровка ауылдарының тұрғындары. Солардың бірі Аманжол Зекенов. Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің студенті жазғы демалысқа үйіне келіп еңбек етіп жатыр. Шұңқырлық жолдар істейміз. Ең бастапқы жұмыста біз бірінші сол жол кескеннен кейін оны бірінші сыпырып, содан кейін битум құйып, сонда шұңқырлық жолдарға сосын асфальт саламыз. Қиын емес, таңғы 8:30-нан бастап 5:30-ға дейін жұмыс болады. Сонымен қатар ауданның Құлыкөл Қаратал бағытындағы жолын күрделі жөндеу жоспарланған. Ол үшін облыстық бюджеттен 52 миллион теңге бөлінді. Әсел Оразбаева, Орал Амренов, ақпарат.